Бүгінгі видеода балдың емдік қасиеті қандай және бал қандай ауруларға ем, сол туралы білетін боласыздар. Пайдалы ақпаратты жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Және осы видеоның астына комментарий жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде оқимын және де кері жауап беретін боламын. Бал емдік қасиеті мол табиғат сыйы. Ол ерте кезден-ақ халық медицинасында кең қолдау тауып, көптеген ауруларға қарсы ем ретінде пайдаланып келген. Белгілі философ, ғұлама дәрігер Ибн Сина Авиценна, егер жастығын сақтағың келсе, онда міндетті түрде бал же деген екен кезінде. Ал Грецияның ұлы математигі Пифагор менің көп жасауымның себебі үзбей бал жеуімнен деп атап көрсетіпті. Балдың құрамында 60-қа жуық зат бар. Олар балдың қай мезгілде қандай өсімдік гүлдерінен жиналғанына, ауа райы мен жер жағдайына байланысты өзгеріп отырады екен. Бұлардың құрамында ең көп кездесетін углевод, глюкоза мен фруктоза. Олар балдың 70-75%-ын құрайды. Балдың құрамындағы углевод адам бойына жақсы сіңеді екен. Углевод әсіресе жүйке клеткалары мен бұлшықеттер үшін ерекше қажет. Егер қан құрамында углевод азайса, адамның ойлау қабілеті мен дене еңбегіне деген қабілеті күрт төмендейді екен. 100 грамм бал 355 калория береді екен. Балды тамақ алдында пайдаланса, асқазан сөлін едәуір көбейтеді. Сондықтан асқазан қышқылы төмендеген адам балды осылай пайдаланғаны дұрыс. Тек балды қайнаған салқын суға, 1 стакан суға 1 қасық бал ертіп ішу қажет. Есте ұстайтын нәрсе, балды дәрігер белгіленген дәрі-дәрмекпен ғана пайдалану керек. Сонда ғана балдың емдік қасиеті молаяды. Асқазан ауруын емдегенде тәулігіне балдың мөлшері 70-80 граммнан аспағаны жөн. Бал жүрек, қан тамырларына да қарсы қолданылады. Оның құрамындағы глюкоза жүректің қызметін күшейтіп, көңіл-күйді жақсартады. Жүрек аурулар кезінде күніне 1 шай қасықтан 2-3 рет пайдалану керек. Өйткені шамадан тыс жеген бал денеден терді көп бөліп жүрекке салмақ түсіреді екен. Өкпе туберкулезіне, анемия, қанның азаюына ауруларына шалдыққанда, шаршап қажығанда балды сүтпен араласып ішкен пайдалы екен. Бал жас балалардың өсіп жетілуіне жақсы жағдай жасап, әртүрлі ауруларға организмнің қарсылық күшін арттырады екен. Балалар күніне 1-2 шай қасық бал жесе де жетіп жатыр. Ұйқысы қашқан, жүйке ауруларына шалдыққандарға да бал таптырмас ем. Мысалға, ұйқысы қашқан адам 1 қасық балды 1 стакан жылы суға ерітіп, жатар алдында ішсе, ұйқысы тынышталып, жақсы тынығатын болады. Бал пайдалы екен деп, оны бей-берекет қолдана беруге болмайды. Оны пайдаланғанда организмнің ерекшелігіне қарай белгілі бір тәртіппен жүйелі түрде пайдаланған дұрыс. Мысалға, кейбір адамдар балды аш қарынға жесе, жүректері қыжылдауы мүмкін. Олай болса, ірімшікпен, сүтпен, тағы басқа тамақтармен араластырып жеу керек. Орынсыз көп жесе, балдан аллергиялық реакция болуы мүмкін. Мұны да ұмытпаған дұрыс. Ал панкреатит, қант диабет аурулары бар адамдардың балды тек дәрігердің кеңесінен кейін өте сақтықпен пайдаланғаны жөн. Құрметті достар, ақпарат пайдалы болды деп ойласаңыз, достарыңызбен бал туралы бөлісіп, туыстарыңызбен және басқа адамдармен бөліссеңіз болады. Және де үнемі видеомды 3 күн сайын видеомды көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп алыңыз және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.